Енді келесісі мына 10-13 ғасырлардағы ғылым мен білімнің дамуында арнайы кесте көрсетіліп тұр, жинақталып, қазір мен әрқайсысын мұқият айтамын, дәптерімізге жазып алайық. Біріншісі, мұнда ғалымдардың аттары, өмір сүрген жылдары, туған жерлер және еңбектер берілген. Біріншісі, біз Әбу Насыр әл-Фарабиден бастайық. Бұл кісі тестте сұрайды, 870 және 950 жылдар аралығында өмір сүрген, оның туған жері Отырар немесе Фараб қаласы деп айтылады. Жалпы мынандай бір лайфхак айта кетейін. Байқап отырсаңдар, Әл-Фараби, Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласағұни, көпшілік ол кезеңде ақын ғұламалар өзінің аттарына өз қаласының атын берген. Мысалы, Әбу Насыр әл-Фараби, значит, Отырарда туылған. Тестте солай тауып аламыз. Әл-Бируниден нақты айтпайды туған жерін. Махмұд Қашқариға көшейік. Қашқар қаласында. Жүсіп Баласағұн қаласында туылған. Мысалы, мен Ералы Бекзат Қайратұлы, мысалы, мен Шымкент қаласында туылған болсам, онда мен Бекзат Шымкентти деп қоюым мүмкін. Өйткені өзімнің туған қалама байланысты осылай дерек келтіруге болады. Енді әл-Фарабидің еңбектеріне тоқталсақ, қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары дейді. Бұл кісінің еңбегі. Кезінде Шымкент қаласының экс-әкімі де қаланы қайырымды қала деп жариялаған. Енді бұл кісінің еңбектері көп, мынау кемеңгерлік меруерті, бақытқа жету, ақындықтың мәні, Шұбар айғыр дейтін күй бар. Тестте мысалы Шұбар айғыр дейтін күй енді да бұрын келген. Сол себепті мән беріп қарайық бұл кісінің еңбектерін. Енді бұл кісінің еңбектері туралы қысқаша айтайын. Енді қайырымды қала тұрғындарының көзқарастарында бұл кісі қаладағы адамдардың бірімен жақсы қарым-қатынас жасауы, көмектесу туралы айтқан. Мысалы, қазіргі таңда қалаларда адамдар біріне жөн сұраса, қандай автобусқа мінемін, қайда барам десе, жауап бермей кетіп қалатындар да болады. Ондай қарым-қатынастың болмау керектігі туралы кезінде әл-Фараби айтып кеткен. Келесісі Әбу Райхан әл-Бирунидің бұрынғы ұрпақтар ескерткіші асыл тастар. Бұл сұрақтар кезінде 2020 жылғы тіпті ұбт-да да келген бұл сұрақ. Осы кісінің еңбектері, және бұл кісі география, астрономия саласында 150-ден астам еңбектерді жазып кетті. Және бір деректерді айтады, жердің ең алғаш болып күнді айналатындығын дәлелдеген ол әл-Бируни дейді. Біз енді қоғамда Коперникті айтамыз, Галилейді айтамыз, кезінде 14, 15, 16 ғасырларда дәлелдеді деп. Ал бұл кісі 10-шы, 11-ші ғасырда соны дәлелдеп кеткен дейді. Бірақ та өкінішке орай бүкіл әлем, бүкіл ғылым Еуропаның жаңағы ықпалымен оны ойлап тапқан Галилей, одан кейін Коперник деп кетіп қалды да, Бирунидің жаңағы жасаған ғылымы, еңбегі елеусіз қалды. Бірақ та күннің жерде емес, жердің күнді айналатындығын дәлелдеген осы кісі болып есептелді ғылымда. Әрине бұл кісі Құран кәрімге сүйенді, солай айтты. Одан кейін Махмұд Қашқаридің түрік тілдерінің сөздігі немесе Диуани лұғат ат-түрк деген еңбегі бар. Келесі Жүсіп Баласағұн құт негізі білік немесе құтатығу білік, құтты білік деп атайды бұл кісінің еңбегін жалпы. Келесі Ахмет Югнеки. Бұл кісі Түркістан қаласының маңында дүниеге келген және өмір сүрген жылдар белгісіз дедік, бірақ лайфхак, бұл кісі энциклопедияларға сүйенсек Қарахан дәуірінде өмір сүріпті. Бұл кісінің еңбегі ақиқат сый деп айтылады. Келесі Қожа Ахмет Яссауи. Бұл кісі Сайрам, бала кезінен Ясы қаласын мекен еткен. Жалпы өмір сүрген жері Сайрам, бала кезінде Ясыда Түркістанда туылды. Бұл кісінің Диуани Хикмет немесе даналық кітабы дейтін өзінің еңбегі бар екен. Қожа Ахмет Яссауидің. Енді бәріміз білеміз, Қожа Ахмет Яссауиді жаңағыдай үлкен ғалым болғандығы, жаңағыдай ол кісіні 63 жасына толғанда жердің астына кіргендігі туралы деректер айтылып кетеді. Өз өмірін ғылымға, білімге, тақуалыққа арнағандығы туралы сол кезеңде.